Тақуалық дегеніміз не? Тақуалық дегеніміз ол Алла Тағаланың сізге бұйырған бұйрықтарын толық орындау. Және де Алланың сізге тиым салған нәрселерінің барлығынан толық тыйылуды. Біз Алладан осы нәрсені сұрауымыз керек. Және Аллах Тағала не деді? Сендер Алладан шамаларың жеткенше қорқыңдар, шамаларың жеткенше тақуалық қылыңдар деді. Егер де біздің тақуалық қылуға шамамыз қаншалықты дәрежеге дейін жетсе, соншалықты қылуымыз керек екен да. Енді біз не дедік тақуалық дегенде? Алланың бұйрықтарын орындап, тыйғандарынан тыйылу дедік. Біз қаншалықты шамамыз жетеді Алланың бұйрықтарын орындауға, соншалықты орындауымыз керек екен. Біздің намазды толық орындауға шамамыз жетеді, бірақ та біз жұма намазбен шектелеміз. Біз оразаны толық ұстауға шамамыз жетеді, бірақ та Рамазан айында ораза ұстамаймыз. Біз зинадан тыйылуға, қолымызбен жұмыс істеп бала-шағамызды асырауға ақшамыз жетеді, бірақ та Алланың тыйып қойған кредитін аламыз. Көрдіңіздер ме? Міне осы нәрселерден тыйылу не екен? Тақуалық қылып баратын жол екен. Ал егер де кім тақуалыққа жеткен болатын болса, онда ол жәннатқа жетеді. Тақуалық ол жақсылық. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Расында жақсылық ол адамды жәннатқа апарады, жәннатқа сүйрейді. Ал арасында жамандық адамды қаяққа сүйрейді? Тозаққа сүйрейді. Сондықтан біздердің баршаларымыз тек қана бұл өмірде Құдайдан, Раббымыздан тақуалық сұрауымыз керек. Және де өміріміздің соңына дейінгі ақыттық деміміз біткенше тақуа болуды өтуіміз керек.